Сондықтан вот ең бірінші кәдімгі жақсылап киіндіріп шетелге жіберген ол Узбекали аға болды. 32 жасыңызда халық әртісі атандыңыз. Физически сильный, былай даже сосын аяқпен тептім де есікті сындырдым, шықтап. Бізде бәрін айтамыз бүгін сұхбатта. Сон шын айтайын, мен Узбекали ағаның қорқатын түрі сондай, үндемейтін, сондай. Сұсты. Жолыңызды кесіп, аяғыңыздан шалғандар туралы сұрағым келіп отыр. Узбекали аға спальня кіріп бірде-бірде тарс, бірде-бірде айта тарс, есіп жатыр прям столға қарады. Сіз сахнада билеген кезде халықты жіпсіз байлайсыз. Вот сатиратару мені түнде давай жүр демесе, мен жата беремін жылап. Сіздің биіңізде жайықтың бұйра толқына, асау мінезі, паңдығы, кербездігі жатыр десем қате айтпағаным шығар.